Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектеп, пәні қазақ тілі, тақырыбы сын есім, 2-ші сынып, пән мұғалімі Сайбекова Майра Сайбекқызы. Сабақтың оқу мақсаты: мәтін мазмұнын анықтауға, бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Сөз таптары: зат есім, сын есім, етістік ажырата білу. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу, жақсы, таза, қоңыр. Сын есімдер қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Сонымен қатар, сын есім заттың көлемін, түрін, түсін, пішінін, дәмін, сапасын білдіреді. Ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап, мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе, бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ащы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л, д, т, с жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гыш, қыш-қыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Бұл күшіктің аты бар ма? Қазір көрейін, мойнында алқасы бар екен. Аты Вики. Жей ғой, Вики. Ол тек ақылды, жұмсақ, сүйкімді болып қана қоймай, сонымен қатар өте жылдам екен. Иә, Вики сөзі жылдам деген мағынаны білдіреді.
Бірінші жаттығу. Жұмбақты көркем жаз. Іші жұмсақ, сырты қатты, еті қызыл, сүті тәтті. Яғни бұл жердегі бірінші тапсырма жұмбақтың шешуін табады, сын есімдердің астын сызады. Дескриптор жұмбақты түсініп оқиды, сөйлемдегі сөздерге мағынасын толық түсінеді, жобалайды, талдайды, шешімін табады. Өз орынды тап әдісі. Үлгі бойынша сын есімдерді мағынасына қарай топтап жазады. Яғни бұл жерде екінші жаттығу үлкен, ірі, жасыл, ащы, домалақ, қышқыл, құрғақ, ұсақ, кіші, күлгін, боз, дәмді, тәтті, сопақ, сүйір. Осындай бірнеше сөздер берілген. Бұл жерде балалар үлгіге қарап отырып, оның заттардың түсін, сонымен қатар дәмін және көлемін, пішінін, сапасын бөліп ажыратып жазады. Дескриптор заттардың түсін, дәмін, көлемін, пішінін, сапасын ажырата біледі. Үшінші жаттығуымыз. Төмендегі зат есімдерге сол зат есімдердің бірінші дыбысынан басталатын сын есім тауып жазады. Мысалы, бала, көше, су, ат, қарындаш. Дескриптор сын есімдерді табады. Яғни бұл жерде бақытты бала. Қандай бала? Бақытты бала. Балалар осы жаттығуды осы үлгіге қарап отырып, ары қарай жалғастырып жазады. Сабағымыз аяқталды.